Экрандағы бұл пікірлер қарапайым жоғарғы оқу орнын оқитын студенттердің жан айқайы. Бұл дабыл, бұл лық толы аудитория ішінде өзін жалғыз да жабырқаулы сезінетін студенттің үні. Қазіргі студент тек білім алушы ғана емес, ол үлкен жауапкершілік пен үкілеген үмітті арқалаған тұлға. Алайда шындық әлде қайда ауыр. Университеттегі стресс, материалдық жағдай мен менталдық жай-күй арасындағы тепе-теңдік секілді қиындықтар арман қуып келген жастарды күл-талқан етуі мүмкін. Армысыз көрермен, бүгін біз жастар арасында жиі айтылмай қалатын, бірақ барлығына жақсы таныс мәселе төңірегінде әңгіме қозғаймыз. Психологиялық қысым, оқу барысындағы күйзеліс және өмірдегі мотивацияны қайдан және қалай іздейміз деген сауалға бірге жауап іздейміз. Алдымен мына сандарға назар аударайық. Зерттеуге жалпы 100 респондент қатысты. Сауалнама арқылы олардың эмоционалдық және психологиялық хал-ахуалы зерттелді. Алынған мәліметтер келесі нәтижелерді көрсетті. 82% респондент соңғы айда өздерін шаршаңқы сезінгенін айтты. 60% адам кейде өздерін жалғыз сезінсе, ал 38% қатысушы психологқа баруға мұқтаж екенін мойындады. Соңғы жылдары студенттер арасында күйзеліс пен суицид жағдайлары жиілеп кеткені рас. Әсіресе сессия кезінде болашаққа алаңдаушылық, жоғары талаптар, сыртқы қысым барлығы үлкен психологиялық жүктеме тудырады. Бүгін бізге қонаққа психолог маман Жәмила ханым келіп отыр. Қош келдіңіз. Осы сандарға қарап не айта аласыз? Психолог маман ретінде жаңағы опросқа байланысты пікіріңіз қандай? Сәлеметсіздер ме? Өте өзекті тақырып бұл жастардың және психологиялық қысым. Қазіргі таңда психологиялық эмоционалдық күй студенттердің өмірінде маңызды рөлді атқарады. Өйткені бұл психологиялық күйі студенттердің оқу үлгеріміне, мотивацияға және физикалық денсаулыққа әсер етеді. Негізгі не үшін біздің күйімізге негативті факторлар бар әсер ететін, ол жаңағы стресс, оқу көлемінің көп болуы, яғни жүктеменің көп артық болуы, емтихандар, дедлайндар, одан кейін ұйқының аз болуы. Студенттер ойын-сауыққа байланысты оқуға дайындалу үшін көбінесе ұйықтамауы мүмкін. Үшінші бізде фактор бұл жаңағы ата-анамен қарым-қатынастың нашар болуы, қолдау жоқ, достарынан, ата-ана тарапынан қолдау жоқ. Одан кейін қазіргі өте көп тараған мәселенің бірі бұл бізде студенттер оқумен жұмысты бірге алып жүреді. Яғни қаржылық қиындықтар болғандықтан осылай істеуге тура келеді студенттерге. Осы кезде екі жақты да бірге алып жүру қиындықты туғызып жатады. Соңғы факторлардың бірі бұл студенттердің салауатты өмір салтын ұстанбау, яғни дұрыс тамақтанбау, физикалық белсенділіктің жетпеуі, энергетиктерді тыстан көп қолдануы біздің психикамызға кері әсерін тигізіп жатады. Соңғы кездері шынымен бұл тенденция өте қарқынды көтеріліп бара жатыр. Біз Жәмила ханымның статистикалық мәліметтерге деген талдауын және кеңесін естідік. Ендігі кезекте студиямызға өзінің шынайы оқиғасымен бөлісуге Елдар есімді студентімізбен танысайық. Келіп отыр екен. Қош келдің, Елдар. Бізге жазып, ашық болғаның үшін рахмет. Сенің оқиғаңды тыңдауға дайынбыз. Бәріңізге сәлем. Сіздермен бірге мен Елдар Сәбит. Мен университетіміздің журналистика факультетінің бірінші курс студентімін. Мен өзімнің оқиғамды айта кететін болсам, өзімнің оқиғам осы бірінші курстың бірінші семестрін айтып өтейін. Біз 11-ші сыныптан кейін түскеннен кейін бұл жақта бізге коммуникация мұғалімдермен жасау өте қиын болды. Соның бірін айта кетсем, өзім құқық сабағымен өте қатты қиналған болатын. Ағылшын тілінен болғандықтан ол сабақ, мен ағылшын деңгейім төмен болды және мұғалімдермен де бізге коммуникация жасау қиын болды. Стресске түстік, біз көптеген ұйқысыз түндеріміз болды. Күні-түні сабақ оқып, ұйықтамай сессияларға келген күндеріміз болды. Соның бәрі үлкен күйзеліске алып келген болатын мені. Яғни саған адаптация кезеңі, бейімделу кезеңі қиын болды, мектептен кейін. Бірінші курста студенттерге ең қиыны сол университеттің ережелеріне, қағидаттарына, ерекшеліктеріне үйрену негізі қиын. Жалпы бізге тағы да бір университет қабырғасында жүрсе де өзінің академиялық жетістіктерімен қатар қоғамдық өмірде белсенділігімен танымал Нұрислам есімді студентіміз келіп отыр. Қош келдің, Нұрислам. Сенің ойыңды тыңдап көрсек осыған байланысты. Қош көрдік, Айдана. Және де мен Илдардың сөздерімен келіспеймін. Өйткені адамның ішіндегі тірегі қатты болмаса кездесуі мүмкін. Егер адам дисциплина және тайм
менеджментпен айналысса, оның бәрін шешуге болады деп ойлаймын. Бірақ Нұрислам, старт нүктесіне қарасақ, сенде старт нүктесі болуы мүмкін, ал кейбір студенттерде, басқа ауданнан, қаладан келген студенттерде ондай мүмкіндік болмауы мүмкін. Себебі олар басқа жақта келіп оқығаннан кейін, олардың ата-анасы басқа жақта, достары да сол жақта қалады. Олар бірінші курсқа түскеннен кейін олардың жақын бір серігі, досы да болмауы мүмкін, және сол проблемалардың бәрі өзінің ішінде қалып, ол үлкен депрессияға айналуы мүмкін. Шынымен де кей кездері қанша іштей өзіңді баланста ұстаймын десең де сыртқы факторлар оған жол бермейді, бәрібір жаңағыдай көзіңе жас алып жалғыздыққа қалып кеткендей сезінесің өзіңді. Менің ойымша адамның өзіне жауапкершілікті алмай сыртқы факторларды жамандау дұрыс емес деп ойлаймын. Мысалы, бізге университет көптеген мүмкіндіктер беріп отыр. Клубтар, ұйымдар, психологиялық тренингтер бар. Соларды қолдану керек деп ойдамын. Бірақ мен Нұрисламмен келіспеймін, себебі психологқа бару студенттердің арасында ол норма болып көбісіне саналмайды. Яғни мен туралы кім не ойлайды, мен әлсіз деп ойлап қалады деп көп студенттеріміз бармайды. Менің жеке ойым сондай. Бұл жерде елдар бізде бір мәселенің басын ашып отыр, яғни психологтан қорқу мәселесі. Жамиля ханым, осы туралы не айта аласыз? Бұл стигма қайдан пайда болды және бұны біз қалай шеше аламыз? Өте өзекті сондай сұрақ қойдыңыз, рахмет. Бұл өзекті әрі қиын мәселе деп айтуға болады. Бұл жақта екі тарапты жұмысты талап етеді, менің ойымша. Бұл біздің тарапымыздан, яғни психологтар тарапынан психологиялық көмек жайлы ақпаратты кеңінен тарату керек. Яғни біз қоғамдағы стигманы алуға біздің де үлесіміз көп. Студенттер арасында, мысалы, физикалық денсаулықты еркін түрде талқылай алады ғой. Сондай деңгейге, психологиялық денсаулықты да осындай деңгейге жеткізуіміз керек. Яғни ақпараттандыру арқылы, студенттермен әңгімелесу арқылы, әртүрлі ақпараттар бар ғой, жаңағы әлеуметтік желілерде, сол арқылы студенттерге әсер ету керек. Бұл мамандар тарапынан. Ал студенттер тарапынан әрине бұндай стигма бар, бізде қорқыныш. Бұл неге пайда болды? Ол әр студенттің өзінің жеке тәжірибесіне байланысты. Менің ойымша бұл бірінші көзқарас, яғни стереотип. Яғни психологқа кімдер барады? Әлсіз адамдар барады деген сияқты. Немесе, мысалы, көзқарас бар, ауру адамдар барады. Психикасы дұрыс емес адамдар барады деген сияқты. Екінші, бізде мәселе шығатын қорқыныш, бұл айыптардан қорқу. Мысалы, Нұрислам психологқа барса, оны досы естетте, Нұрислам сынап бастауы мүмкін. Досы немесе отбасы сынға ұшырауы мүмкін. Үшінші себеп, жаңағы студент мектеп кезінде мүмкін психологқа барып, жаңағыдай, ал психолог болады сондай кәсіби құпияны сақтамай, сыртқа шығарып жүрген жағдайда осы студенттің бойында бір негативті тәжірибе болғасын, ол студентке өте қиын психологқа бару. Сондықтан осыдан шығады бізде қиындықтар. Бұл кезде не істейміз? Студент тарапынан психотерапия жайлы ақпарат іздеуге болады. Немесе онлайн кеңес беруге өтініш тастауға болады. Ол кезде жаңа анонимді түрде студент кеңес психологиялық көмек алу. Яғни дәл қазір біздің университетімізде ондай мүмкіндік бар. Анонимді түрде аты жөнін айтпай, тіпті онлайн кеңес алуға бұл мүмкіндік бар. Құрметті көрермендер, мен ойымша бұл өте үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Себебі көп студенттердің айтуы бойынша жеке құпияны жариялау осы мәселе негізі ең бірінші орында тұрады деп ойлаймын. Себебі көбісі өзінің жеке құпиясын, өзінің атын жариялап тастайды, немесе жаңағыдай Платонуста, басқа заттарда шығып қалады деген секілді. Атын жариялайды дейді. Одан кейін жағы, мысалы, менің кәсіби өсуіме, карьерама бұның бір зияны тиіп жатады дейді. Яғни мен қазір бір базада тіркеп қойса, болашақта маған бұл кері әсерін тигізеді деген көптеген сондай қорқыныштар бар бойында студенттердің. Осы тұста өз тәжірибеңізбен бөлсеңіз, қандай студенттер көбінесе қандай мәселемен келеді сізге және олардың жан жарасын емдеу қанша уақыт алады? Ең ұзақ уақыт емделген студенттің оқиғасымен де бөлсеңіз болады. Рахмет, өте қызықты сұрақ.
Студенттер әртүрлі сондай сұрақтармен келеді, бірақ осы жылы өте студенттер депрессивті көңіл күйде жүрген студенттер көп болды. Депрессияның себептері әртүрлі болды. Кейбіреуде ата-анамен қарым-қатынасының нашар болуы, кейбіреу өзін жалғыз сезінеді, кейбіреу оқуда мәселелер болды. Кейде қыз бен жігіт ұрсып қалады, яғни осындай мәселелермен келіп жатады. Әрине мәселенің шешу ұзақтығы қаншалықты күрделі мәселе соған байланысты. Осы жылы ең көп келген студент жарты жылдай уақытта келді. Жарты жыл уақыт, аптасына бір рет келеді студент. Бір уақытта жарты жыл бойы келді, оның бойында депрессивтік жоғары депрессия болды, яғни. Жарты жыл ішінде біз оны өзгертуге, яғни көңіл күйін тырыстық, және нәтижесі болды. Осы тұста бір сұрақ туындап тұр. Психологтың кабинеттің ар жағында енді біз не болып жатқанын білмейміз ғой. Сол туралы студенттер көбірек білу үшін айтып өтсеңіз. Сіздер қандай тәсілдерді қолданасыздар? Мысалы, психологиялық апталарда көп жатамыз. Астында жай ғана диалог жасап жатасыздар, немесе сурет салып жатасыздар, түрлі бір құралдармен ұстап, сипап сезу арқылы бір өзіндік іс-шаралар бар екен. Сол туралы айтып берсеңіз. Айдана, қызықты сұрақ. Бұның өзі әр психологтың өзінің әдісі бар. Бізде өте көп бұл әдістер. Мен мысалы өзім кабинетінде немен айналсам деген сұраққа әңгімелесу бірінші кезекте, екінші кезекте арт-терапия, метафоралық карталарды қолданамын. Және бізде аптасына бір рет бір сағат кездесу, бір сағатқа дейін созылады, 10 ретте кездесеміз. Енді сол әдістерді студенттер өзі жеке үйде, егер бәрібір де мен психологқа бара алмаймын деген күннің өзінде, сол нәрсені үйде жасай алады ма студенттер? Өз-өзіне көмектесу үшін? Әрине, Айдана, студенттер үйде жасай алады. Мысалы, дәрігерге бармайсыз, бас ауруыңызды парацетамол ішіп, солай жасайсыз ғой, мысалы, емдесе. Психологияда да сондай әдістер бар. Мысалы, ренішті жазасыз, немесе күнделік арнайсы, сондай бір қарапайым әдістерді студенттер қолдана алады өздері. Болашақта осындай әдістерді әлеуметтік желілерде немесе студенттердің ортақ платформаларында тарату, сол туралы ақпараттандыру жұмыстары жүргізіледі ме? Сол туралы білгіміз келеді. Болашақта дәл қазір кезде біз IT университеті болған соң, біз қазір мобилді приложение жасау қарастырып жатырмыз, және сол приложениеде мүмкін сондай әдістер барлығы соның ішінде кіргізуіміз мүмкін. Жақсы. Енді осы мәселені жаңа айтып өттіңіз, мамандардың жағынан қалай шешуге болады, және қоғам болып біз қалай тырыса аламыз деген секілді. Көп рахмет. Нұрислам, Елдар, өз сұрақтарыңа жауап алдыңдар деп ойлаймыз. Бүгін біз қоғам маңызды деп таппайтын, бірақ көп студенттердің өзегін өртеген маңызды мәселені бірге талқыладық. Психологиялық қысым бұл әлсіздіктің белгісі емес, ол біздің шынайы эмоцияларымыздың көрінісі. Күйзеліс пен уайым өмірдің бір бөлігі, бірақ олармен жалғыз қалмау өз таңдауыңыз. Егер сізде дәл қазір ішкі шаршау, жалғыздық сезімін бастан кешіріп жүрсеңіз, бұл жай ғана өткінші сәт екенін ұмытпаңыз. Және сіз жалғыз емессіз. Университет қабырғасында сізді тыңдауға, көмектесуге дайын адамдар бар. Ол сіздің достарыңыз, оқытушыларыңыз және психолог мамандары. Ең бастысы үнсіз қалмау. Әр дағдарыстың соңында өсу бар екенін ұмытпаңыз. Біз бүгін жай ғана әңгіме айтқан жоқпыз, өмірдің шынайы қырын бірге сезіндік. Сәл отқан